Қалампыр А, бета-каротин, С, аскорбин қышқылы, И, токоферол, филохинон, Р және. Сонымен қатар калий, кальций, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 майлы қышқылын да кездіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста болатын дәрі. Халықтық емінде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін бір десерт қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолдануға болады. Қайнатпа үшін 1 шай қасық қалампырды 1 литр суға салып, отқа қоясыз. Қайнауға жеткенде отын бәсеңдетіп 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп алып, шыны ыдысқа құю керек. Қандай дертке дауа болады? Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз улғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін 1 тал қалампырды аузыңызға салып, 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң ақ оң нәтиже береді. Тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде де 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз, араныңыз ашылып, тәбетіңіз артады. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізіңіз. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез ақ жазыласыз.